мысалы естесек болады деп кәдімгідей жылап тұрып жазып жатқан комментарийлер бар да. Енді бұл жерде, бұл мәселеде ешкімнің ақысы жоқ, иә оған шешуге болады деп айтуға. Шешуге болады деп айтуға ақысы жоқ. Қолынан келгенше, иншалла, тырыс әрекетін жаса, сен үшін дұғада боламыз деп айтамыз. Алладан оған жеңілдік сұраймыз. Одан басқа онда мынандай кезде болады деп айтуға біздің ақылымыз жоқ. Себебі, яғни бұл біздің жеке мәселеміз емес. Ол мысалы біздің діндегі пәтуалар, ол біздің жеке базардағы тауарымыз сияқты нәрсе емес. Қаласақ тегін беріп жіберетін, қаласақ бағасын түсіріп беретін, және немесе ол саудаласатын нәрсе емес. Мысалы біреу айтады, мен күніне тек қана 2 мезгіл намаз оқысам боламы деді. Біз оған намаз оқысаң болады деп айтпаймыз. Үйтіп айтуға біздің ақымыз да жоқ. Бірақ оқи бер, тастама оны деп айтамыз. Иншалла солай оқып жүріп, ертең ол тағы да намазды қосар. Яғни біреу жұмаға барып жүрсе, сен 5 уақыт намаз оқымасаң, жұмаға бармай қой деп біздің айтуға ақымыз бар ма? Жоқ. Иншалла жұмаға барып жүріп, ертең намазға келер. Ол бүгін таң намазын бастады ма, ертең иншалла басқа намаздарды да қосар. Яғни оған біз сол нәрсені істеуіңе болады деп айтпаймыз. Бірақ мысалы сондай жағдайлар болады. Қанша қарындастарымыз кейде келеді, бүкіл отбасы қарсы, үйінде үлкен сынақ болып жатыр. Біз оған сенің шешуіңе болады деп айтуға ақымыз жоқ. Бірақ ол, яғни кейде әлсіздік танытып, бүкіл отбасы, бүкіл ағайын туысқаны қарсы шығып жатқан кезде әлсіздік танытып шешіп қойып жатса, біз оны барып сен үйттің, сен оңбағансың, сенің басқа деп айтуға біздің ақымыз жоқ. Алла субханала тағала бізге сол нәрсені бермесін. Ол оңай нәрсе емес. Қанша бастарына түскен адамдарды көріп жатыр, ол оңай нәрсе емес. Сол үшін бағана Пайғамбар саллаллаху бізге үйреткенде, Альхамдулиллахи афана мимма бтала бихи кассирун миннан нас. Көптеген адамдардың басына салып қойған нәрседен, сондай қиыншылықтардан бізді амандықта еткен Аллаға мақтаулар болсын дейміз, және ол адамдарға иншалла Алланың жеңілдігін, сол проблемадан шығар жолды тауып беруін сұраймыз. Одан басқа қолымыздан келетін нәрсе